кеше жылағаным ана ктк адам көрсеткен ғой, шошып кеттім мен бай айтып жатқан шығар деп ойласам, потому что ешкім мені өйтіп қыспаққа қалатқан жоқ заң жүзінде. Мен просто әкем жаңалықтар қарайды ғой. Алдында мен осы үй алып беріп, енді күнде жұмыс істедім. Қанша кісіні емдеп жаздым, сол еңбегім бол, құрсын 5-10 мың теңгемен, 10 мың беректе, 10 алды 5 мыңмен қарадым ғой. Ол енді кез келген адам алып жатқан нәрсе ғой, өзімнің еңбегім. Қалай алсам да түнімен күнімен жұмыс жасап. Жолда жүрмей кетіп бардым, қазір Шымкентте Түркістанға кеше Тараздан келдім, Қызылордаға кетем. Күнде жол жүру ғой менде. Бір күн демалыс жоқ. Содан әкем деген бірақ ұялып жатқанда деген, ойбай, Қазақстанда да бүйтіп ұялуға бола ма, қызым, бәрі айту адал жолмен ба деген есімде ғой. Соған ұялып, әкем ұят болды деп еңіріп, ол тексергенде дымда жоқ қой, менде артық нәрсе жоқ ешқандай. Бәрі адалына ғой, құрсын біз ИП бәрін төлейміз ғой, ондай көп ақша да шықпайды, өзіміздің кәдімгі. Қазақ елі мені қолдап жатқан сіздерге көп рахмет. Мен қазір осы тұрғанда Түркістан киелі жолға шығып баратырмын. Мен күндіз жұмыс жасап, түнімен жол жүріп, өз еңбегіммен тапқан әрбір тиын тебегіме ешқандай қашпаймын. Отчет бәрі дайын, қорықпаңыздар. Елдегі елге, дінге, тілге, жерімізге жаны ашитын барлық азаматшылар мені түсінеді деп ойлаймын. Бұл екі әйел азаматына мен көбіне сөзге сол үшін келетін едім. Өйткені бұл кісілер қазақтың қыз-келіншектерін жинап, бейәдеп қылықтармен оларды насихаттайды. Әсіресе ана тілімізді ұялып сөйлеуге, орыс тілде барлық ақпараттарды береді. Міне осы үшін мен осы кісілермен сөзге келдім. Бұл кісілер өкінішке орай заңсыз ктк арнасына сұхбат берген. Мені әуелі тексермей, айыптап, ешқандай ондай ақпарат жазуға жаңалықтарға да дұрыс емес деп ойлаймын. Қазір қажет болса мені да сұхбат алыңыздар. Бар адамдарды көтеріп, қарапайым адамдарға жасайтын мемлекетте өмір сүрмейді. Мемлекет тарапынан Аллаға шүкір бәрі менде жақсы, ешқандай ештеңе жоқ. Құрметті қазақ елі, бұл екі қазақтың азамат қыздары. Бұл екі қыз өз елінде бай қуатты, дәулетті, елдің алдында жүріп, өзінің ана тілін сөйлеуді ар көретін деп мен осы мақсатта ол кісімен сөзге келдім. Бірінші ашу үстінде енді екі сөз айтылған шығар, бірақ та мен оны ешқандай ренжімеймін, жаңалығында жауабым бар. Бірақ басқа заңнан ешқандай қысым жоқ. Өйткені мен адал еңбекпен жүрген қарапайым халықтың қызымын. Мен де сыныпшы ретінде, емші ретінде халық өз көмегін алып жатыр, Аллаға шүкір. Ешқандай алдау арбау жоқ. Екінші, бұл кісілер кезінде мен сәлем салу үшін бұл Баян ханыммен мен сөзге келдім. Сонда мүмкін айтылуы мүмкін. Өйткені сәлем салуға қыз-келіншектерге бұл кісі қарсы болып пікір білдірді. Және аналарымыз ақжаулықты. Оларды бұлай қартаю дұрыс емес деп, және дін туралы айтқан. Осыларға мен құрметті қазақ елі, сіздерге көп рахмет. Әсіресе менің киелі Маңғыстауым, әкем мен кеше хабарласып, жаңалықтарды әкем қарайды, дұрыс түсінбей қалдым екен деп уайымдасам, әкем маған батасын беріп жатыр. Айналайын балам, дұрыс барлық айтқан әңгімен дұрыс істеп жатыр халық деп. Сөйтсем, мына біздің киелі Маңғыстаудың азаматшалары менің әкемнің телефонын тауып, алғыс айтып қолдапты. Алдына мен жаңалықтардан көрсеткесін ұялып, мұны жаңалықтан дұрыс айтқан жоқ қой. Соған мен қысылып, әкем дұрыс ойламай қалдым екен деп. Мен осы уақытқа дейін ата-анамнан алған тәрбиеммен жүрген кісімін. Әкемнің қалған өмірінде ешқашан оның маңдайына шаң тигізбей жүрген қызбыз ғой осы. Дәстүрмен ана тілімізді құрметтеп, жаңағы үлкенді үлкен, кішіді кіші деп. Мен осы қыздарға сол тәрбиемні айтам деп сөзге келіп, осындай бір екі сөз айттым. Ол сөзім заң алдында жауап беруге ешқандай қарсы емеспін. Екінші, Құдайға шүкір, менің де халыққа пайдам, қарапайым халықты емдеп жүру, иншалла одан кейінгісі бүкіл қайырымдылық шарасына қатысам. Мен өз туған жер Ақтөбем, Батыс Қазақстан суға кеткен кезде Атырау қаласында көмек қолын созым, Орал, өзімнің Ақтөбем, онан қалды бүкіл ел мен туралы жақсы біледі. Әсіресе туған жерім Ырғыз. Әрдайым мен қарапайым халықпен біргемін. Барлық тапқан табысымды тума-туыс ағайынмен бөлсем, ағайын тума-туысты ауылдастарын бәрін тегін қараймын. Тек қана өз еңбегімді алам, қалаларға барғанда жоқ. Достар, қалайсыздар? Кезінде мен адам кезде денсаулыққа ешкім ақша айырмайды ғой. Кейбір бай дәулетті
бастады. Естімейтінге оныңге жолын шығарып қадағат еттім. Өйткені емімді адал түрде болғанын қаладым. Қазір бұл кісілер сыйым-сынбасын ширатсыз кіруі мүмкін, әлім жеттір халыққа жасап берген жоқ. Я сол айтайын. Қалаға келіп баратқанда осы жерге балық жеуге келіңіздер. Біздер деген ай сайын осыны күтеміз. Бәрі жүгіріп, бәрі күшті, мына артын деген орамал желпілдеп жүгіріп шықты. Ас болсын бәрімізге. Қайда? Бәрі күшті пісіреді. Сынықшы болсын. Артына қарай ыдысты жылтыратып мына таптаса, мына келіңдер артынан қарай. Күшті. Кәдімгідей көзбе-көз қуырып береді. Өте дәмді шардараның балығы. Осы жерге бәрі келіңдер. Балық жекпетіндер, жеген де арманда, жемеген де арманда. Мына қыздар бүйтеді сосын. Кез келген. Менің ең сүйікті асым балық. Сосын осы жерде өтіп баратқан айына бір өтем ғой. Осы үшін осы жаққа келгенде тұрады. Аңсай бір күні қызық болды ғой. Бір баламыз алып кетеді, салонға машинамыз ғой. Мен ақа түсінбеген ғой, таразымен Шымкенттің ортасында деп ойлап жүрсем. Содан ана бала, ой, мына жақта ғой деп. Мен балғым кетіп барады бірақ. Содан кейін бір кезде ана бала шатасып кетіп, Түркістан бала деп. Байқамай Түркістанның жолына кетіп ғой. Шығып кетіп, білмей қалайды. Именно мынаның қасына келгенде есім жеп тұр ғой. Интернет құрсын балық жеу әкелген шығар, ата-бабалар. Мені ауызым туады еді. Одан да балығы жейіп құрсын. Үлгереміз бәрден. Еріп бармай тұреді ғой. Мықты Алланың құдіреті шексіз Аллах. Саған, міне, санат балық. Сені балыққа келдім. Керемет. Аладайында. Көңіл керемет. Жанар апа қасында, ұлымыз қасында. Баламыз. Ешкімнен қорықпаймыз. Кеттік дейма. Бәрі жақсы. Халыққа рахмет бізді қолдап атқан. Басымызды иіп бала шағамның атынан жолдасым қожайын атына рахмет. Бүкіл бауырларым, әкем, мені сүйетін жандардың көзсіз рахметін. Рухани таза, елін сүйген, тілін сүйген, менің жан дүниемдегі айқайдың не екенін түсінетін, ол көзі ашық, көкірегі ояу адамдар. Ол болмаса мен бұл кісілерді өмірімде тірілей көрмегенмін. Айқас сондай ғой, болмаса мен ондай байлыққа, қызыққа өте қарапайым